الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін сіздермен отбасы тақырыбындағы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Алла тағала хайырлы амалға асатын білім алуымызды нәсіп етсін. Алла тағала бізді өзінің жақсы көрген құлдарынан қылсын. Бүгінгі бастайтын тақырыбымыз біздің қазақта не дейді? Сөз салу немесе қызды айттыру деп айтады. Осы мәселе жөнінде сөз қозғаймыз. Бұған дейінгі дәрістерімізде өткеніміздей қыздың бойында табылу керек болған сипаттарды айттық. Және күйеу жігіттің бойындағы табылу керек болған сипаттарды айттық. Енді өз ретімен сондай сипаттағы қызды немесе жігітті барып болған ұсыныс білдіру. Бұны бұлай түсіндірсек, бір бойдақ жігіт бар, сосын бойдақ қыз бар. Және бойдақ жігіттің жақын туысы бар. Әкесі, анасы, бауырлары, әпке қарындастары, жеңгетайлар. Қызда да дәл сондай. Қыз бар, әкесі, анасы, жақын ең, уәли деп айтады ғой, ең жақын туыстар. Енді сөз салу қалай жүзеге асады? Кез келген қалағанымен сөз салу жүзеге аса береді. Мысалға, жігіт тікелей өзі қызға барып сөз салуына рұқсат етіледі. Жігіт жақтағы, жігіттің ата-анасы, немесе бауырлары, немесе жігіт біреуге айтқан болса, өзінің бір мұсылман бауырына, немесе жеңгесіне, немесе апасына үйленейін деп едім, қыз қараңызшы деп айтса, сол айтылған адам бір осы уақытқа дейін айтып өткен сипаттағы бір қызды көрген болса, соған ұсыныс жасап бара алады. Кімнің атынан? Бойдақ жігіттің атынан. Мына бойдақ жігіт және соның жанында айналасындағы адамдардың барлығы бойдақ жігіттен бастап жеке-жеке әрқайсысы қыздың өзіне тікелей барып ұсыныс жасай алады. Дәл сол секілді жігіт және оның айналасындағылар қыздың өзіне емес, қыздың туыстарына да барып ұсыныс жасай алады. Мысалға, жігіттің әкесі қыздың әкесіне барып ұсынысын білдіруге болады. Менің осындай ержеткен балам бар, сенің пәлен деген бой жеткен қызыңды соған алып берейін деп еді. Өз арасында келісім жасауға болады. Немесе жігіт бір өзінің мешіттегі мұсылман бір бауырына айтқанда, үйленейін деп едім, қыз болса қараңызшы деп. Мысалы, маған айтады. Мен бір жамағаттағы басқа біреудің қызы бар екенін үйренем, білем, қызы бар екен. Сосын мен не істеймін? Маған айтылды ғой, бір бауырым айтты. Мен соның аманат ретінде барамда жаңағы кісінің үйіне барып, осындай пәлен деген мұсылман бауырымыздың, ініміздің, ағамыздың атынан аманатын арқалап сізге келіп тұрмын. Деп өз сөзімді не істей алам? Ортада сөзді жеткізе алам. Ұсыныс осылай жасауға болады. Сонда шектеу жоқ та бұл жерде. Тек жігіттің өзі бару керек, немесе тек қыздың өзі келу керек деген нәрсе жоқ та. Мысалға, мына жақта жігіттің апасы деп айтайық. Қыздың жеңгесіне барады да. Апасы мен жеңгесі арасында менің осындай бір інім бар еді дейді, апасы айтады. Анау айтады, менің бір қайын сіңілім бар еді. Сол екеуінің арасын жарастыру үшін өзара ұсыныстарды қабылдап, сосын мына жігіт пен қызды кездестіруге шақыра алады. Түсінікті ғой? Сонда бір шектеу жоқ. Міне жігіт жақтан біз дәл қалай мысал берген болсақ, қазір қыздікі де дәл сондай. Жігіт ұнатқан бойынан жақсы деген сипаттың бәрін көрген қызға тікелей өзі барып ұсынысын білдіре алғандай, қыз да дәл солай өз ұсынысын білдіре алады. Сол секілді қыз бала ұнатқан бір болашағынан жақсы үміт күттірген, ертең маған бір жақсы бала шағамның әкесі болады, маған қамқоршы
жарым болады деп үміт еткен бір ер жігітті көрсе, қыз бала тікелей өзі барып ұсыныс жасай алады. Немесе оның ата-анасына, оның уәлиіне, немесе оған айтып қойған жанындағы достарына, басқалар бара береді, маңызды емес. Қыздың өзі ұялатын болса, ата-анасын айтар, бауырын айтар, немесе жаңа өзінің құрбыларын айтар. Сол секілді кез келген жақтармен бара беруге болады. Маңыздысы не? Ұсыныс түсу керек. Қай жақтан болмасын. Қыз жақтан бола ма, ұл жақтан бола ма, ұсыныс түсу керек. Және бұл ұсыныс деген сөз неке қию емес, соны түсініңіздер да, бұл қорқатын зат емес. Бұл неке қиюға жатпайды. Бұл жай ғана ұсыныс. Бұл деген сөз не? Мына реті былай ғой. Бойдақ қыздарға, және бойдақ жігіттерге үйленбестен алдын бірінші сіздің үйленуге бірінші қадамыңыз қандай болу керек? Сіз сенімді болуыңыз керек. Осы іске нақты бекініп, ниетіңізді дұрыстап, сенімділік пайда болу керек. Екі ойлы бейт, жоқ, үйленсем бе екен, үйленбесем бе екен деп жүрмейсіз да. Бірінші нақты ойды шешіп боласыз да. Сосын жігіт болсаң, қандай мұсылмандықта қандай қызды алған дұрыс болады? Сол сипаттарды бойында жинаған бір қызды іздестіре бастайсың. Сыртынан көріп, солай-солай, бірақ жақындаған жоқсың өзің, танысқан да жоқсың. Сөйтіп, жаймендеп оның сипаттарын көрдің-ау деген кезде, енді міне жаңағыдай ұсыныстар, басқа нәрселер кездесуге шақырылады. Бірден барып ұсыныс деген сөзіне, жаңа неке қиылып кетпейді. Үйлену ниеті бар еді. Одан кейінгі амал не болады? Кездесуге келеді. Олардың да иншалла қазір тақырыбы бар. Біздер ұсынысқа келдік. Ана сипаттың барын айттық, енді ұсыныс жасауға келдік. Біз жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл жерде ұсынысты тек қана жігіт жасай бермеу керек. Қыздың жасау ол ешқандай, ол жерде бір ұят жоқ. Ол турасында біз мына жерден мысалдарын айтамыз қазір. Омар радиаллаху анху өзінің қызы Хафса анамыз, Хафса радиаллаху анха, Омар радиаллаху анхудың қызы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы. Осы Хафса анамызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі сұратып келеді. Омар радиаллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол Хафса анамызды өзінің некесін алуды өзі сұрайды. Және де бұл жерден біз ер адамның қызды сұратуына, ұсыныс жасауына келіп жатырмыз да. Ал енді қыз баласының ер адамға баруына қазір оның да хадисі бар да, иншалла айтамыз. Ол үшін бұған өтпей тұра тұрып, біздің бір қазақтың бір дәстүрін айтайықшы осы жерде. Қазақта баяғыда қызға сөз салатын болса, бір қызды өзінің некесіне алатын болса, не істеген? Не жасайтын болған? Қалай айттыратын болған? Ау? Оған дейін, сырғаға дейін. Қамшы деген нәрсе естімеп педіңіздер? Қамшы тастап кету деген. Аяққа киіп жүрген кебіс, мәсі. Соның қонышына қамшы қыстырып жүреді. Түсініңіз ба? Қамшы қыстырады. Негізі қамшының түрі бар да, біздің қазақтың өз қамшысы бар ғой, жаңағы. Ер баланың қамшысы, ер жігіттің қамшысы, жас баланың қамшысы, үйдегі отағасының қамшысы. Әр қайсының қамшысының ағашы әртүрлі болады, әр қайсының қамшысының өрімі әртүрлі болады. Түсініңіз ба? Өріміне дейін, сабына дейін барлығының өзінің орны бар. Араласпау керек. Бір қамшы болады, босағада ілулі тұрады, бір қамшы болады, төрде ілулі тұрады. Әр қайсының өз орны бар. Біреулер болады, жаңағы киіктің, еліктің, басқа бір заттардың сүйектерінен жасалатын қамшы болады, сабы. Біреулер жаңағы тобылғы секілді ағаштардан жасалатын сабы, сондай қамшылар болады. Ал енді сондай қыз айттырып барған кезде тасталып кететін қамшылар болады. Оны қалай біледі? Әдеттегі барып жүрген қонақ бұл жолы бірақ қамшысы не істейді? Мәсісінің қонышына қыстырып барады. Түсініңіз ба? Мәсісінің қонышына. Сөйтіп барып, сол үйге қонақ болады, айтпайды. Әдепті қарасаңыз, тәрбиені қараңыз. Барады да, шығып баратқанда қамшысын тастап кетеді. Қамшы сол үйде қалады. Ол не деген сөз? Қамшы қарайды, ол күнделікті көкпар шауып, ат шауып жүрген қамшысы емес, ол қыз айттыруға келген қамшы. Демек, пәлен келген адам өзінің баласына менің қызымды сұрап келді деген сөз. Түсініңіз ба? Қызды сұрап келді. Егер
анау қамшысы қалған үй разылығын берсе, қызымызды береміз деп келсе, қамшы қайтпайды, сол үйде қалады. Ал егер олай болмаса, қамшысын қайтып апарып береді. Қамшысын қалып қойып дейді. Ол жерде ешқандай сөз болмайды. Неге үйттің? Ортада сөз жоқ, бірақ іс-әрекетпен мәселенің бәрі шешіліп жатыр. Түсіндіңіз ба? Осылай, мына ұсыныс осылай білдіріледі. Енді ары қарай не болады? Кездесу болады да. Ана ауылдың адам, анау суға жібереді, бәрі контрольда тұр. Анау құдықтың басы суға барады, анау мал іздеп келеді. Біздің көріп жүрген, естіген нәрселерімізді ғой бәрі. Осылайша аяқ асты бір-бірін көріп қалады да, кездесу болады, ары қарай өздігінен мына жолдармен орын алып кетеді. Бұл затты ұмытпаңыздар, бұл біздің дәстүріміздегі бар нәрсе. Сөз айтпай, қамшымен қыз айттыру деген нәрсе ол. Сырға салу, анау-мынау, оның барлығы кейіннен мәселе шешілгеннен кейін, бір-бірін көріп ұнатқаннан кейін орын алатын нәрселер. Қамшының пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізде үйге қамшылық қою турасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис бар. Әлсіз болса да хадис, бірақ амал етілетін хадис. Яғни сауапты істерге амал етуге жарамды хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, үйлеріңе қамшылық қойыңдар дейді. Себебі ол үй ішіндегі адамдарға әдеп береді, тәрбие үйретеді дейді. Түсіндіңіз ба? Үйіңдегі адамдарға әдеп, тәрбие үйрету үшін қамшылық қойыңдар дейді. Үйдегі кім ол? Өзінің қатын бала шағаң бар. Кезінде құл ұстайтындар болған, құлдарына қамшы көрсететін болған да. Ол ұрып, жаңағыдай бақырып, шақырып, басқа әрекет жасау емес. Қамшы тұрма, болды ғой, шаруа бітті деген сөз. Үйдегі әйел адам дауыс шықпайды, қамшы тұр. Түсіндіңіз ба? Сол үшін сүннетті орындау мақсатында бір жағынан өзіңіздің келе жатқан ұрпаққа қазақтың дәстүрін, өзінің амалын ұмыттырмау мақсатында үйге қамшылық қойған өте орынды іс. Бірақ ескеріңіздер, қамшының сүйектен болмауына мән беріңіздер да. Ағаштан жасалған бір қамшыны, керемет қамшыны, көздер бірдеңе керек емес, жаңағыдай қызыл жіп орап, бірдеңе қорғайды деген зат емес, тек қамшының өзі жетеді болды. Сол затты түсіндіріп отыру керек сосын. Біздер кейде ол нәрсені өзіміз музейге барып, мынаның аты не еді деп тұрамыз ғой. Жаңа шоқ бар, бірдеңе дегендердің аттарын білмейміз да, қайсы шоқ бар деп тұрасың да. Негізі үйге жаңа қайдағы жоқ бір суреттерді іле бермей, сондай аты ұмытылып кеткен бір заттарды іліп қойып көрсету керек сияқты да оны. Әйтпесе біздің өзіміз кетіп баратырық қазір, ұмытып. Бізден кейінгілер ұмытатын болса, ертең оны бір мүлдем қызыл кітапқа еніп кеткен екен, бірақ көретін шығар. Кезінде осындай болған екен деп, жаңа археологиялық қазбалардан тауып алып, қамшы деген болған екен, пәленше болған екен деп. Олай болмайды. Енді қайтып оралайық. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хафса анамызды өзі сұрап барғандығы айтылады. Енді мынадай бір кішігірім тақырып бар. Қандай да бір қыз баласы діні, мінез құлқы немесе бір ұнатқан бір жігітті көретін болса, өзінің оған барып бірден ұсынысын білдіру ешқандай тыйым салынған әрекет емес. Рұқсат етілген. Ұят болады, басқа болады деген нәрсе жоқ ол жерде. Қыз бала өз ұсынысын барып білдіре алады. Бірақ әдептің шеңберінде болу керек. Мұсылмандық әдептің шеңберінде. Қыздың өзінің сыпайылығына, қыздың ұяңдығына, қыздың әдебіне, ар ұятына аспайтындай өз деңгейінде болса, орынды болады. Қыз өзі ұсынысты білдіре алу деген мәселеге дәлеліміз Сахл ибн Саад радияллаху анху қала. Сахл ибн Саад деген сахаби айтады. Күнна индан наби саллаллаху алейхи уассалам. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында едік. Фажаатху имраатун та'риду нафсаха алейхи. Бірде бір әйел кісі келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өзін ұсынды дейді. Яғни, өзін тұрмысқа алуын ұсынды дейді. Түсінікті болды ма? Әйел келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өзін мен алшы деп ұсынды. Фахаффада фиха назара ва рафааху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол келген әйелге аса назар салды дейді. Дұрыстап бір қарап шықты. Аяғынан басына дейін. Равахул хамса. Дәл осы риуаят 2 сахих және 3 сунан кітабында келеді. Бұл жерде бір әйел кісінің
пайғамбарымызға бірінші болып өзі келіп ұсыныс жасағандығын келтірді де, енді осы риуаяттың жалғасы бар. Екінші бір риуаятында қала Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: «Инна мраатан арадат нафсаха аля наби саллаллаху алейхи вассалам». Бір әйел пайғамбарымызға келіп өзін ұсынды дейді, мен әйел қылып алшы деп. Сол кезде фаддахикат ибнату Анасин, осы айтып тұрған сөзді Анас ибн Маликтің қызы естіді де күлді дейді. Фақалат, бұлай деп айтты дейді күліп: «Ма кана ақалла хаяха». Ана пайғамбарға келіп өзін мені алшы деп айтқан әйелдің ұяты қандай аз еді, қандай ұяты жоқ адам еді деп айтты дейді Анас ибн Маликтің қызы. Ол жерде болмаған, әкесінен естіп тұрды. Фақала Анас, ана қыздың әкесі Анас ибн Малик айтты дейді сол кезде қызына: «Хия хайрун минки». Біле білсең, пайғамбарға келіп өзін ұсынған әйел ол сенен де қайырлы дейді. Өзінің қызына айтып отыр. Ол сенен де қайырлы дейді. Себебі арадат нафсаха аля наби саллаллаху алейхи вассалам. Ол өзін пайғамбарға келіп ұсынды дейді. Түсіндіңіз ба? Басқаға емес, пайғамбарға. Пайғамбарға келіп ұсынғандығы үшін ол жаңағыдай ұятсыз емес. Ол сенен де қайырлы әйел. Яғни бұл нені меңзеп жатыр? Ақыл есі, дұрыс, тақуа, өзінің болашақ жарын таңдай білетін ақылды әйел қыз баласы, ол өзінің болашақ күйеуін таңдауда ол қысылмайды деген сөз. Оның таңдауы орынды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп өзін ұсынғандығын айтады. Келесі бір, мына бір ұзақ бір хадис бар, осыны оқып берейін. Жоғарыда айтқан мәселелерімізге дәлел ретінде келтіріп жатырмыз бұл хадистерді. Ан ибн Умар радиаллаху анхума. Омардың баласы Абдулла радиаллаху анхумадан риуаят қылынған хадиста былай дейді: «Қала тааммаят Хафсату мин Хунайсин ибн Хузафат ас-Сахми». Хафса анамыз Омардың қызы, Омар радиаллаху анхуның қызы. Күйеуі Хунайс ибн Хузафа ас-Сахми деген кісі дүниеден өтеді. Хафса анамыз жесір қалады. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِيَ بِالْمَدِينَةِ. Хафса анамыздың бірінші күйеуі, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларынан еді, ол Мәдинада дүниеден өтті дейді. فَقَالَ Умар. Сол кезде, осы риуаяттың соңында Омар радиаллаху анху айтады: «Арадту Хафсата аля Усман». Осы оқиғадан кейін өзімнің қызым Хафсаны Осман радиаллаху анху бар ғой, үшінші халифамыз, сол кісіге ұсындым дейді, әйел қылып ал деп. Жақсы адамды көрген ғой енді. Түсіндіңіз ба? Омар өзінің қызына дұрыс күйеу іздеп жүр. Оның күйеуі дүниеден өткеннен кейін. Фақала саанзуру фи амри. Осман радиаллаху анху айтты: «Мен жағдайыма қарайын, бір ойланайын» деп айтты. Фалабисту лаялия сумма лақияни. Бірнеше күндер бойы күттім Османның ойланған. Сосын бірнеше күннен кейін кездестік те ол маған айтты: «Қад бадали алла атазауажа яуми хаза». Қазір үйленбеймін деп шештім дейді. Әлі мен ондай үйленетін дәрежеде емеспін деп Осман радиаллаху анху Омардың өз қызын берудегі ұсынысынан бас тартады. Бірақ ойлануға күн берді, бас тартты. Қазір үйленбеймін деп шештім деп бас тартады. Фалақиту Аба Бакрин Сиддиқ фақульту. Сосын Абу Бакрды кездестірдім де оған айттым дейді. Омардың әңгімесі радиаллаху анху: «Ин ши'та зауажтука Хафсата». Ей Абу Бакр, егер қаласаң, мен саған Хафса қызымды үйлендірейін, Хафса қызымды берейін дейді. Фасамата Абу Бакр. Абу Бакр үндемеді дейді, жауап қатпады. Ва кунту аужада алейхи минни аля Усмана. Османды күткеннен де бұдан көп күн күттім дейді. Османды бірнеше күн бойы, түн бойы жауап берген күттім, бірақ ол жауап қатты ғой дейді. Бірақ Абу Бакр қанша күн күттім, бірақ жауап келген жоқ. Маған ол ауыр тиді дейді. Фалабисту лаялия сумма хатабаха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Бірнеше күн күттім, Абу Бакрдан үн жоқ. Кішкене ішінде бір реніштер, түсініспеушіліктер пайда болады. Неге үйтті екен? Е болатын, не болмайтын айтса болады ғой деген нәрсе болғанда. Сосын сөйтіп жүрген кезде Омар радиаллаху анху айтады: «Хатабаха Расулуллах». Менің қызым Хафсаны пайғамбарымыз сұрап келді дейді.
Түсіндіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сұрап келді. Фәанкахтуха ияху, сұрап келгеннен кейін пайғамбарға ешқандай қайтарым жоқ. Бірден пайғамбарымызға некесін қиып, Хафса қызымды беріп жібердім. Үйлендірдім оған. Қызығы енді келе жатыр, қараңыз. Фәлақ яни Абу Бәкір фақола. Осыдан кейін, Хафса қызымды пайғамбарға беріп жібергеннен кейін Абу Бәкірмен кездестім де, оған айттым дейді. Ол маған айтты дейді. Лааллака ваджадта алейя хина арадта алейя Хафсата фалам арджи илейка шайан. Абу Бәкір радиаллаху анху, ол кісі ақымақ адам емес, ол өте зерек. Үмметтің пайғамбар саллаллаху алейхи кейінгі ең абзал адам кім десе, ойланбастан Абу Бәкір радиаллаху анху дейміз. Ол кісінің бұл жерде ақымақтық жасау ол дұрыс емес нәрсе. Енді қараңыз, ол кісі айтып жатыр. Кездессе де бірінші Абу Бәкірдің сөзі Омарға айтылатын. Ей Омар дейді, сен маған кездесіп, пәлен күн алдын кездесіп, маған ұсынысы, қызыңның ұсынысын жасаған кезде, мен бірнеше күн бойы саған жауап қатпадым ғой дейді. Сен соған ішіңде басқа бір нәрсе сезініп, бір түсініспеушілік орнады ма дейді. Қала Умар құлту наам дейді. Омар радиаллаху анху айтады, иә деп жауап бердім дейді. Бір түрлі болып қалған ғой, өзінің досы Абу Бәкірге айтқан кезде үнсіз түнсіз кетіп қалды да. Сонда ішіндегі бір түсініспеушіліктің болғанын айтады. Қала Абу Бәкір. Абу Бәкір радиаллаху анху сонда айтады. Иннаху лам ямнa'ни ан арджи'a илейка фима арадта алейя илля анни кунту алимту анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям қад закараха дейді. Не айтқанын білесіздер ме? Не айтады? Қызық болып тұр ма? Сабақты аяқтаймыз осы жерден. Бітіре салайық хадисті. Абу Бәкір радиаллаху анху айтады сонда. Сен қызыңды маған ұсынған кезде саған келіп жауап бермеуіме кедергі болған нәрсе ол бір-ақ нәрсе дейді. Себебі мен сенің қызың Хафса жайында пайғамбардың тілге тиек етіп сөз айтқанын естіп едім дейді. Түсіндіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сенің қызың туралы сөз айтқанын естіп едім. Фалам акун ли уфшия сирра Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбардың сырын ашып қоймауға тырыстым дейді. Түсіндіңіз ба? Пайғамбардың айтқан сөзін екеуінің арасында болған әңгіме ғой. Сол сырды пайғамбардан бірінші саған айтып қойып, немесе басқаға естіртіп қоймайын дедім, сол үшін мен қайттым дейді бұл нәрседен. Уалау таракаха қабилтуха, мен сол үшін күттім. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сенің қызыңды алмайтын болғанда, мен сенің берген ұсынысыңды қабыл етіп келіп алар едім дейді. Түсіндіңіз ба? Абу Бәкір радиаллаху анхудың жасағаны мына жердегі оқиғалардың ең көркемі болды сонда. Көрдіңіз ба? Сахабалардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қаншалықты құрметтегені, ол кісінің ісіне, сөзіне, қимылына, барлық нәрсеге мән беріп отырғандығын. Біз бұл хадисті не үшін айтып жатырмыз? Бұл хадистан екі түрлі дәлел шығады. Бірінші, сіз өзіңіздің қызыңызға, немесе үйдегі тұрмысқа шығуға уақыты келген бір әйел кісі, әпке қарындасыңыз, қызыңыз, соларға бір дұрыс, менің мына қызыма күйеу болады ау, дұрыс күйеу бола шығады осыдан деген бір адам көрсеңіз, барып ұсыныс жасауыңызға болады. Ұяты түгі жоқ. Дәл сол секілді әйел кісі өзі барып та ұсыныс жасауға болады деген нәрселерге айтып жатырмыз. Сол үшін бұл жердегі біздің бұл сахабалардың өмірінен алатын тәрбиеміз біріншіден әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға махаббат, оған құрмет, оның әрбір ісіне мән беру, пайғамбардың айтқан нәрсесіне сами'на ва атa'на деп бойсыну, естідік те бойсындық деп талқыламай, тек пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не айтса, соны орындауға талпынғандарын көреміз. Енді біз бұл нәрселермен қандай жерге келдік? Тағы бір қорытындылап өтейік. Біз мына кітабымыздың барысында үйленуге ниеттенген қыз бен жігіт, бірінші қыз болса дұрыс күйеу болады ау дейтін бір сипаттағы адамды іздейді. Жігіт болса дұрыс әйел болады ау дейтін сипаттағы адамды іздейді. Таптау деген кезде соған тікелей өзі барып ұсыныс жасайды, немесе жаңағыдай басқа үйіндегі біреулерді жіберіп ұсыныс жасаттырады. Ұсынысты қабыл етті. Неке қиылған жоқ, бірақ бұл некеге жатпайды. Енді не істейді ары қарай? Ендігі мәселе шариғаттың шеңберінде
олардың кездесуге шақыру. Кездесу болады ары қарай. Неке қиылған жоқ. Көрмей тұрып үйлену деген шариғатта да құптамайды ол нәрсені. Тіпті қазіргі мұсылмандардың күйіне көрмей тұрып үйлену деген. Ал біздің дәстүрде не бар? Атаның, әженің, әкенің көрген нәрселерін, солардың айтқандарын айтып үйге алып келетіндер бар ғой. Бұл енді біздің қазаққа кезінде тәрбие бар кезде жасаған заттар ғой. Қазір енді тәрбиесіз адамдардан туғаннан кейін сондай бір бетсіздер пайда болды да, сол үшін бұндайға тұра қояды деп айта алмаймын, тоқтайды деп айта алмаймын. Сол үшін үйлендіретін кезде көрсетіп барып үйлендіріңіздер. Ертең бірдеңе болып қалса, сенің тауып бергенің деп бетіңізге баспас үшін балаңыз, қызыңыз, мен өзімнің сүйіп қосылмағаным еді, сендер мені күштедіңдер деп өздеріңе қарсы шықпас үшін тауып тұрсаң да бірінші оларды кездестіріп бір-бірімен сөйлестіріп көріңіздер. Тілдері жараса ма, жараспай ма? Сөздері жараса ма, жараспай ма? Оны тексеріп көріңіздер. Бола алмайтын болса, оны қинамаңыздар. Ары қарай өзі көреді да. Сонда ертең сіздің бетіңіз ашық отырады. Мен кезінде ұсыныс жасадым деп сонда сіз айтасыз да. Мен саған жақсы қызды ұсыныс жасадым, сен өзің бас тарттың деп отыратын боласыз. Сонда бұл жерде ақылмен шешу керек болады. Ендігі мәселе кездесу. Оны Алла қаласа келесі сабақта айтамыз. Барлығы мазалайтын нәрсе осы ғой. Қалай кездессек болады? WhatsApp-пен сөйлессек бола ма? Instagram-да сөйлессек бола ма? Анау бола ма деген мәселелер келесі сабақта айтамыз. Осы жерде мына бір затты айтып өтейінші, ұмытып баратырмын ғой. Бір эксперттер мынандай бір сұрақ қойыпты да, үйленетін кезде жаңағы оның денсаулығына қаралмай ма деген сұрақты қойыпты. Мазалайды ғой бұл сұрақты. Бұл негізі дінде бұндай нәрсе жоқ. Осы уақытқа дейін негізгі салаф солихтардың арасында үйленейін, тұрмысқа шығайын деп жатқан қыз бен жігіттің арасында бір-бірінің денсаулығын тексеру деген болмаған. Бірақ бұл кейіннен осы 20 ғасырлардың бер жағында басталынған нәрсе, тұрмысқа шығайын деп жатқан қыздың, үйленейін деп жатқан жігіттің денсаулығына қарау деген мәселе шыққан. Бұл 2005 жылы әлемдік ислами пәтуалар жиынтығы конференциясында талқыланған мәселе екен бұл, 2005-те. Сол жерде бір қарар шыққан, бірнеше пункттан тұрады, 5 пункттан тұрады. Оның қорытындысы былай: егер үйленерден алдын қыз жігітті немесе жігіт қызды денсаулық мәселесін тексеретін болса, ол мына нәрсеге мән беру керек. Оның айыбы ашылып қалмау керек. Ол ауру болып шығатын болса, басқаларға оның дәрежесі төмендеп көрсетілмеу керек. Тек болған іс сол жерде қалу керек. Адамдар тарап кеткеннен кейін де көңілінде сол тыныштық үймелеп қалу керек. Ешқашан анан көрген кезде еске түсіп кетпеу керек бұл нәрсе. Бұл нәрсені сақтай алса болады. Сол үшін біздер енді қазір айтамыз ғой, кейбір отбасылар бар. Күйеуінің денсаулығы болмаса да, әйел адам соған қарайласып отқандар бар. Кейбір ер адамдар бар, ер азаматтар. Қаншама 4-5 баласы бар, әйелі төсекте жатып қалған, немесе коляскада отырған. Оған қарап сауабын жинап жүргендер бар. Сол үшін бұл жерде мұсылмандық көзқараспен қарағандық үшін денсаулық емес те қатты рөлді атқаратын. Оның діндар болуы, оның мұсылман болуы, жаңағы осыған дейінгі айтып өткен сипаттар бар ғой. Сол мәселе шешілсе, қалған денсаулық анау-мынау деген ол жаңағы сізбіздікпен, ризалықпен, сыйластықпен шешіліп кететін нәрсе екен да. Түсіндіңіз ба? Сол үшін қазіргі қоғамда өте қатты сақ болыңыздар. Денсаулығына байланысты кейбір ата-аналардың өздері, ата-енелер шыдай алмай жатады. Мысалға бір келін алады да, ол көтере алмай, бала тумай қалып, бедеу болып қалады. Сосын не істейді? Ата-ене оны жерден алып жерге салады. Олай да болмайды да ол. Себебі сенің өзіңде қызың бар ғой. Сенің де ертең немере қыздарың болады. Бір жерге барғанда солай бетіне басқанын қаламайсың ғой сенде. Өзіңе олай жамандық жасалмағанын қаламасаң, онда саған келгенде олай жасамау керек та. Мұсылман адам әділ болу керек. Сол үшін денсаулықты біздің айтпауымыздың себебі бұл адамдардың өзара ішкі жан дүниесінің мәселесімен шешілгендіктен бұл маңызды емес. Бұл әркімнің өз хал ахуалы шешеді. Көтере алмасаңыз іздеңіз дені сауын. Көтерем дейтін болсаңыз шыдаңызды алыңыз. Маңызды жоғарыдағы өткен шарттар бойында табылса жеткілікті. Аллах тағала баршаңыздан разы болсын. Алла естіп білгенімізді жақсылап түсініп, соған дұрыс амалға асырып, дұрыс амал жасауымызды нәсіп етсін. Алла баршамызға тауфиқ берсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алхамдулиллахи раббил аламин.